Jamendo.com. 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 Telefonda tауып алғаным қандай жақсы болды. Мен дәл осындай телефонды ала алмай жүр едім. Енді менің өзімнің телефоным болатын болды. Ағашқа телефонда көрген жоқпын десем болды. Енді ешкім көрмей тұрғанда қалтама салып алайын. Телефонды қалтама салдым ғой. Бірақ менің әкем мен анам ешкімнің ала жібін аттамасын деп еді ғой. Менің бұлай істегенім дұрыс па? Ата-анам біліп қойса маған ренжи ме екен? Неге осыны ойламадым? Ал сыныптастағылар білсе мені барлығы ұры деп атамай ма? Телефонға да қызығып тұрмын, не істесем болады екен? Одан да ағашқа айтпай бірден үйге кетіп қалсам қалай болады екен? Қой, мен де бір күні алармын телефон. Мен үшін телефоннан көрі достарымның бар болғаны маңызды. Қош, ағаштың телефонын өзіне қайтарып берейін. Ей Аллах, мені осы жаман ойдан айырғанына шүкір. Немесе телефонды алғанымда досымнан айырылар едім. Алмағаным қандай жақсы болды. Егерде мен алғанымда досым мені құшақтап осылай маған рахметін айтар ма еді? Жоқ әрине. Сондықтан мен ешқашан ешкімге жамандық дегенді ойламаймын деп шештім. Қорғаушы сенуші Алла.